Барлықтарыңызға сәлем, менің жаңа арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз электр қозғалтқыш жайлы айтатын боламыз. Ал достар, менің алдымда кішігірім электр қозғалтқыштар тұр. Олардың барлығы әртүрлі болғанымен жұмыс істеу принципі бірдей. Ал қазір электр қозғалтқыштар жайлы кішігірім теория өтейік. Тұрақты ток қозғалтқышы бұл электр энергиясын механикалық энергияға айналдыратын машина, яғни айналу үшін электр тоғын тұтыну арқылы ол әртүрлі құрылғыларды айналдырады. Мысалы DVD плеер, ойыншық машина, немесе кулер, вентилятор және тағы басқа құрылғыларда болуы мүмкін. Осы қозғалтқыштар тұрақты электр қозғалтқышы деп аталады, өйткені оны жұмыс істету үшін тұрақты электр тоғы қолданылады. Оңай сөзбен қозғалтқыш қалай істейтінін көрсетейін. Егер сіз магниттің екі полюсін алсаңыз және мыс шахтауды сымды олардың арасына қойып, оның ұштарына электр тоғын берсек, содан кейін магнит өрісі мен өткізгіштің тоқпен өзара әрекеттесуі байқалатын болады. Нәтижесінде шахтау айнала бастайды. Міне, осы қозғалтқыштың принципі десек те болады. Электр қозғалтқыштың қалай істейтіндігін біз көрдік, ал енді ол неден құралатынын көрейік. Шағын модельде тұрақты қозғалтқыштың жұмыс принципін қарастыру өте ыңғайлы. Біріншіден, жаңа ғана айтқандай оның жұмыс принципі үлкен қозғалтқышпен бірдей. Екінші жағынан модельді қарау ыңғайлы. Ол кішкентай болғандықтан барлық жағынан көрініс үшін ашық және оның бөлшектері аз. Осылайша біз теорияны өтіп біттік, ал енді оны практикада ашып көрейік. Міне, электр қозғалтқышты біз осылай ашып, астыңғы бөлікте біз екі щетка тұрғанын байқаймыз. Ортасында тұрған міне бұл ротор. Осындай міне мыстан жасалған обмотка. Бұл корпустағы екі магниттің арасында тұрады. Міне, осылай біз электр қозғалтқыштың ішінде тұратынын көзбен жеткіздік.